2010 жылы үздік фильм аталымында Оскар жүлдесін жеңіп алған Том Хоппердің «Король сөзі» фильмі ағылшын патшасы 6 Джордж туралы еді. Сол фильмдегі тұлымы желбіреген Элизабет кейін патшайым атанып 70 жыл тәжі басынан таймады. Ұлыбритания ұлы патшайымын ұзақ жоқтады. Өзімен бірге бүтін бір дәуірді ала кеткен 2-ші Элизабеттің жерлеу рәсімі 11 ғасырдан бері ағылшын патшаларының ғибадатханасына айналған Вестминстер аббаттығында өтті. Король сөзі Джордж патшаның тілмүкістігі туралы болатын. Алайда кино атаулы тек қана адамның емес, 18 мың ғаламдағы жанды жансыздың бәрінің үні бір сәтке тынбас симфониясы туралы. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы дыбыс пен музыка туралы айтамыз. Дүние әрдайым қозғалыста, және әр қозғалыс дыбыс тудырады. Жан Дильманның қимылдар секілді. Біз ести бермейтін, естсек те байқай бермейтін дыбыстар. Ардақ Әмірқұловтың «Қош бол, Гүлсары» фильмі. Әр аспаптың дыбысын анық естеміз. Вот звук, мне кажется, важен. Дыбыс біз көрсеткен картинаға аутентті болуы керек. Мен тіпті шынайы өмірі адамға көрініс арқылы емес, алдымен дыбыс арқылы жетеді деп санаймын. Кейіпкердің киімі жасанды, бет әлпетінде бояу болуы мүмкін. Декорация картоннан жасалған, ал дыбыс әрқашан шынайы. Ойдан шығарылған дыбысты біз әрдайым біліп қоямыз. Мысалы, қазір мен қолымды ары-бері сермеп, денемді ары-бері қозғап отырсам, сіз ол қимылдардың дыбысын естімеуіңіз мүмкін. Ал кинода оны көрермен сезінуі керек, естуі керек. Сондықтан мен дыбыс картинадағы шынайылықты жеткізу үшін маңызды рөл атқарады дер едім. Қосымша дыбыстар, мысалы, құстың, масаның ызыңы белгілі бір атмосфераны береді. Бұл фильмдегі қанық дыбыстар шығармадағы шиеленісті ғана емес, кейіпкер психологиясында анық жеткізеді. Аманат фильмінде де дыбыстық әлем бай. Ермұхан Бекмаханов абақтыға тоғытылғанда оны дыбыспен азаптайтын көріністер бар. Отец очень сильно любил. Әкем табиғи үндерді қатты жақсы көрді. Ол фортепиано, пианиноның үнін ұнатпады. Бірде-бір рет оны қолданбады. Ол судың сылдыры, адамның аяқ алысы, желдің соғуы, құстың сайрауы, не жаңбыр тырсылы, қардың жапалақтап жауы дегендер нағыз табиғи әуендер дейтін. Аманат фильміне дыбыс саласының білгірі Виктор Сологубты шақырдық. Ол фильмнің барлық дыбыстық әрлеуін жасап шықты. Мәселен, Бекмахановты түрмеде дыбыспен азаптаған. Адам жынданып кетеді бұдан. Осыны, өзге де дыбыстық әрлеулерді Виктор тамаша жасап шықты. Кейде дыбыстар оқиғаны алға жылжытады, әрі комедиялық әсер тудырады. Шторм фильмі сырттан естілген қардың сықыры мектепте террористер қолында қалған оқушылар туралы алаңдаушылық сол оқиғаға байланысты күту сезімін тудырады. Бірақ кенет мүлде күтпеген адам кіріп келіп, күтпеген мәлімдеме жасайды. Ереке, рапорт, заявление об увольнении.
Ғарыш Одиссеясы фильмі ғарыш құшағындағы тыныс алу адамның түпсіз қараңғылықтағы қандай кішкентай нәзік жаратылыс екенін есіңізге салады. Джуно фильміндегі диегетикалық дыбыстың зораюы кейіпкер санасындағы өзгерістен, оның шешімінің өзгеруінен хабар береді. Каждое звучание Картинадағы әр дыбыс сенің ойыңды айшықтай түседі. Неге назар аудартқың келетінін және көрерменнің соны қабылдауына жұмыс жасайды. чтобы зритель это воспринял. Хан Тәукелдің жаңғырықты үні арқылы қуанышы да еселене түскен. Наконец-то небо дарит мне наследника! Дыбысты күшейтуге ғана емес, қажетті көңіл күйге ең сәйкесін таңдап алуға да болады. Үйлесім сабақтары. Бұл даланың үні бұрынғыдан өзгерек. Шегірткелердің шырылы тынышыңызды алады. Қызыл анар фильмінде сағат шықылын жиі естиміз. Анар көбіне үй шаруасымен әуре. Бір жағы көрерменді әйел затының көзге көрінбейтін күйбеңіне қарауға мәжбүрлейтін Чантал Акерманның әйгілі Жан Дильманын еске салады. Екіншіден, алдағы апатқа дейін секунд санаумен боламыз. Қарап отырсаңыз, уақыттың өткені, сонымен қатар бұл философиялық мәнге де ие да. Ол уақыт тоқтамайды, уақыт өзгере береді, уақыт өте береді деген сияқты. Одан кейін бұл жердегі әйелдің, жалпы адамдардың күнделікті тіршілігі. Мысалы, күнде ол бір нәрсе қайталана береді деген сияқты. Ол бірнеше бір философиялық тұрғыдан алған бір шешім болды. Дыбыстың болуы мен болмауын Металл дыбысы фильміндей шебер жеткізген туынды жоқтың қасы, құлағымыз бітеліп қалмайынша дүрмек дүниенің дыбыс әлемі үшін алғыс айтпайды екенбіз. Штурм фильмі. Алыстан түсірілген үйдің жанында құмырсқадай кішірейіп кеткен адамдардың даусын жанымызда тұрғандай естиміз. Фильмде табиғи дыбыстың көбі бәсеңдетілген. Турбоның иттің үйшігін тепкілеп, оны үргізе алмайтын сияқты қасқырлардың да ұлығанын естімейміз. Мұнда кейіпкерлер басқа әлемнен кеңістік арқылы ғана емес, дыбыс арқылы да бөлініп қалғандай. Есть такое уравнение хищник-жертва. Уравнение Вольтера лодки. Когда с браконьерами стало строже, волков стало больше, а стада меньше. Кейде дыбыс пен бейне сәйкеспей жатады. Хичкок 39 адым фильмінде оны бір сахнадан екіншісіне ауысу үшін қолданған. Мұндай бейсинхронды дыбыс нөсер астында ән салу фильмінде комедиялық әсер үшін қолданылады. Бізге әсер етіп ойымызды қозғайтын экранда не көретініміз ғана емес, не еститініміз. Бейсинхронды дыбыс арқылы комедиялық әсер көңіл күй тудырып қана қоймай, жаңа идея, тың мағыналар жеткізуге болады. Ана туралы аңыз фильмінің экспрессивті дыбыс дизайн арқылы еңбек майданы мен қаруға сынған қан майдан қатар қойылған. Қазақ сахарасындағы екпіндеген еңбек майданы оқ жауған ұрыс даласынан еш кем емес. Ең алдымен Қадыр Қосайдың ең біздің алғашқы қазақ дыбыс режиссеріне айтып кеткім келеді. Оның осы дыбысы режиссурасының дамуына қосқан үлесі туралы техникалық жағынан өте шектеулі болатын біздің Қазақфильм киностудиясының мүмкіндіктері де жалпы әлемдік форматта, стандартта өте кішкене шектеулі болатын. Бірақ соған қарамастан ол мысалы өзі осындай дыбысты мынандай натурада жазып, оны кейін
студияда өңдеу сияқты сондай тәсілдерді көп қолданған болатын. Оның енді үздік фильмдердің қатарына мысалы «Қыз жібекті» қосуға болады. Жаңа толқын кезінде мысалы «Ине» фильмінде Рашид Нұғмановтың, Андрей Влазневтың мысалы жұмысында атап өтсек болады деп ойлаймын. Енді ол жақта бір жағынан әрине фильмнің композиторы Виктор Цойдың өзінің де үлесі көп. Муратик, привет. Как ты поживаешь? Что у тебя новенького? Әлемнің бұлай жарлығы, жыбырлаған жарық пен судың тамшылаған даусы ғана қыз құдыққа батып бара жатқандай әсер береді. Салтанаттың өміріндегі сындарлы сәт, қыздың жолын жіңішкертіп жіберген қатыгез қоғамда ол дәрменсіз. Фильмдерде бас кейіпкерлерге басымдық беру ережеге айналған. Біз оларды қоршаған дүйім жұрттың даусын естімейміз. Бас кейіпкерлер микрофонмен сөйлеп, өзгелердің дыбысы бәсеңдейтіндей. Алексей Герман бұл ережеге қарсы жүреді. «Соғыссыз 20 күн» деген фильмінде бас кейіпкерлердің арқасындағы Ташкент тұрғындарының даусын анық естиміз. Бұл дыбыстық тұрғыдан режиссер ұмтылған реализмге жақындаудың бір жолы. Это внезапный страх. Вот так вдруг. Под ложечкой. Как будто не ел 3 дня. Қанымбек Қасымбековтың «Саған күшік керек пе» фильмінде киіз басқан әжелердің жамырай сөйлегені ауылдың иісін жеткізеді, кадрдағы бейнеқатарға қосымша мағына үстейді. Шырақшы фильміндегі кинотеатрға жиналған ауылдықтардың сыбыр-күбірі ұжымдық портрет жасайтындай. Атбайдың жекпе-жегі. Әділхан Ержанов керісінше жиналған көрерменді түсірудің орнына қараңғы залда қиқулаған дыбысты қосу арқылы ғана жоқ халықты бардай біз жекпе-жекті көріп отырғандай әсер береді. Көңіл күйіншертерге музыкадан ділмар дүние бар ма? Киноға музыка жазатын композиторлар фильмнің, сахнаның, тіпті сәттің көңіл күйін дөп басатын саз табады. Жекелеген шығармалар, әндер фильмнің лейтмотивіне айналғанда өздерімен бірге қосымша мағыналар үстей келеді. «Қыз жібек» фильміндегі Нұрғиса Тілендиевтің аққу күйі Қыз жібек пен Төлегенге аллюзия болған аққуларды мотив ретінде сақтауға ғана емес, аққудың үні ғашықтардың қайғылы тағдырынан да хабар беретіндей. Николай Полинарьевич поручил мне... «Қараш-қараш» оқиғасы фильмінде Жарасбай мен Тілмаштың кеңесін алыңыз. Экран сыртынан қосылған әуен көңілді күптете түседі. На вас пришла жалоба. И жалоба, надо сказать, серьезная. Я Құдай. Қызыл камзолмен шықса екен. Амангелді Тәжібаевтың «Ақырғы аманат» фильмінде «Сәби болғым келеді» әні ойнайды. Музыка может забирать на себя очень большое, как бы сказать, эмоциональное состояние. Эмоционалды жағдайға назар аударту үшін кейде әуенге басымдық берсе, әуен бейнеден басым болып кетуі мүмкін. Сондықтан мен музыкаға мейлінше сақтықпен қараймын. Егер картина заманауи болса, компиляцияға жүгінем. «Хирург» картинасында біз француз композиторы Сатидің 2 шығармасын алдық. Сондай-ақ композиторымыз Американың Animals тобының әуенінен өзіміздің каверімізді жасады. Ол сондай-ақ бізге картинаны түгел қамтитын әуен шығарып берді. Оның бәрі белгілі бір атмосфераны берді. Кей режиссерлер сырттан саз жапсыруды кино өнеріне қиянат деп санап, музыканы фильмнің диегетикалық әлемінен шығаруға тырысады. Алексей Германның «Соғыссыз 20 күн» фильмінде пойызбен Ташкентке келе жатқан Юрий Никулин кейіпкері кездейсоқ жолаушы айтатын Абайдың әні «Айттым сәлем қаламқасты» естиді. Әннің мұңды болғаны, көңіл пернесін дөп басқаны соншалық Людмила Гурченконың кейіпкері солқылдап жылап жібереді.
Қыз жібек фильмі диегетикалық, бейдиегетикалық музыканы қатар қолданудың үздік үлгісі. Фильмнің дыбыстық қатары бай, оркестрде, жекелеген аспаптарда қазақтың рухани байлығын паш етіп тұрғандай. Меніңше қазақ киносында тамаша композиторлар жұмыс істеді. Александр Зецепин өте танымал сазгер еді. Басқа да кеңестік кадрлар болды. Бірақ Нұрғиса Тілендиев қазақ музыка өнерінің шыңы деуге болады. Әлі де солай. Ол әкелген музыка қайнаған өмірге толы. Онда қайғы, мұң да болды. Қуаныш, шаттық, махаббат та кемерінен асып төгіліп жатты. Осы музыка көрермендердің рухын көтерді. Дүйім халықты рухани бастауымен табыстырды. Әсіресе Қыз жібек, Менің атым Қожа сияқты фильмдердің танымалдығына осы фильмдердегі музыканың қосқан үлесі зор деп есептеймін. Мәселен, өзім аса жоғары бағалайтын Шәкен Аймановтың Атамекен сияқты фильмінің онша табысты болмағаны, ондағы музыкалық сүйемелдеу соншалықты сәтті болмауынан ба деген бір күдігім бар. Онда да ірі композитор Еркеғали Рахмадиев жұмыс істеді. Бірақ фильмнің музыкалық кілті табылмағандай. Киносыншылар музыкаға көп мән бере бермейді. Бірақ кинодағы музыка біз ойлағаннан анағұрлым құдіретті. Кино арқылы таныс әндердің бейтаныс қырлары ашылып жатады. Әсіресе ретро әндердің заманауи фильмдердегі қолданысы көңіл қоярлық. Заманауи фильмдерден Ернар Нұрғалиевтің «Жаным айтсам сенбейсің», ойнақы, комедиялық және үрейлі музыканы қатар шебер қолданудың үлгісі. Таныс әндерді дефамилизация жасауға да болады. Музыка киноның жаны, сөз жетпейтін сезімді өз тілінде баяндайтын сиқыр. Сережа! Шоқан Уәлиханов фильміндегі шиеленіс әр кейіпкердің ойлағаны сөзден бұрын музыкамен жеткізіледі. Психо фильміндегі кісі өлімі, камераның ірі пландары, динамикалы монтаж және ең алдымен ширыққан дыбыс арқылы жетеді. Шал фильмінде бас кейіпкердің қасқырлармен беттесетін сәтті шекті аспаптың шиеленіскен саз арқылы жеткізіледі. Екі жағдайда да шиеленісті сахнаның музыкасы, басы, шарықтау шегі мен аяғы бар бүтін музыкалық бөлшектер. Ертеректегі қазақ фильмдерінде шиеленісті сәттерде күйлерді көбірек қолданатын. Қыз жібек, Қызыл отау, Бандыны қуған Хамет фильмдеріндегі қуғын сахнасының музыкалық сүйемелдеуі ұқсас. Тарихи кезең туралы фильмдерді музыкамен әрлегенде дәуірінің жеткізу маңызды. Кеңеске дейінгі тарих туралы алғашқы фильмнің бірі Отырардың күйреуінен бері Қуат Шілдебаев біраз фильмге музыка жазды. Я ему предложил быть композитором картины, он, конечно, очень сильно обрадовался. Отырардың күйреуінде музыка жазуға Қуат Шілдебаевқа ұсыныс айттым. Ол алғашқы тәжірибесі еді, қуанып кетті. Алайда онда әуен көп емес еді.
сондықтан ол үшін қиын болды деп айта алмаймын. Абайда да әуен аз. Үшінші картина Қош бол Гүлсарыда да бірге жұмыс жасадық. Бұл фильмдердің барлығы тарихи туындылар, халықтың тағдыры туралы. Сондықтан халыққа жақын әуен таңдадық. Мысалы, Қош бол Гүлсарыда біз виолончельді пайдалансақ, бәрібір ол халық музыкасының характерін беруі тиіс болды. Бүгінде Қазақ хандығы фильміне музыка жазған Әбілқайыр Жарасқан Қазанғап пен Қорқыт әуендеріне жүгінеді. Томирис үшін Ренат Гайсин әлемдік тарихи эпикалық фильмдердің музыкалық кілтін еске салатын саз жазды. I remember that motorcycle, my best dress. Музыкалық талғамнан да режиссердің қолтаңбасы мен мұндалап тұрады. Мысалы, Стэнли Кубрик, Теренс Малик сияқты суреткерлер классикалық музыкаға жиі жүгінеді. Квентин Тарантино мен Уэс Андерсон сияқты режиссерлер поп-музыка арқылы кейіпкерлерінің әлемін құрап шығады. Кино өнеріне жазылған Құсни хаттай Шырақшы фильмінде жетім домбыраның үнін жиі естиміз. Бұл әуен Шырақшы шалдың дәл өзіндей қоп-қоңыр. Түсірілген материалды көріп отырғанда өзі итереді соған. Өзі сыбырлап тұрады ғой, өзі талап етіп тұрады. Мында осындай музыка керек шығар. Мында халық аспаптар керек, мында оркестрдің несі музыкасы керек. Басы бүтін фильмнің ғана емес, кейіпкерлердің де өз мотиві болады. Дюна фильмін алыңыз. Әр кейіпкердің музыкалық мотиві үздіксіз дамып отырады. Ханс Циммердің әлемдік киноға қосқан кезекті шедеврі. Ақан Сатаевтың Адасқан фильміндегі музыка есте қаларлықтай экспрессивті, кейіпкердің сарсаң болған санасынан хабар беріп, көп тұста актерлік ойынның өзін жетектеп отыратындай. Ренат Гайсиннің жұмысын атап өтсек болады. Адасқан фильмінде толығымен триллер жанрында, яғни мынандай бір саспенс туғызатын, әрдайым үрей күйінде, қобалжу күйінде сақтап тұрады бүкіл фильм бойы. Кеңестік дәуірді алсақ, онда Нұрғиса Тілендиевті атап өтер едім. Оның Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген, мысалы, алғашқы қазақ мультфильмдегі жазған саундтрекі болсын. Жалпы Абдулла Қарсақбаев пен екеуінің тандемі өте ұтымды шықты. Мысалы, 6 жасар алпамыс, менің атым Қожа, Бандыны Қуан Хамид, сосын Қилы кезең фильмдеріндегі осындай музыка, енді ол классикалық музыка, аспапты, сондай симфониялық оркестрдің орындауында ауқымды, енді масштабты музыка болатын, және ол да, мен ойлаймын, жанрға сай болатын. Виктор Чугунов пен Рүстем Тәжбаевтың Айдай сұлу, Айсұлу фильмінде қобыз үнінің құдіретті визуал қатармен толықтырылған, бейне мен дыбысты ажырату расында мүмкін емес. Я прихожу в лес учиться. Где же твои учителя? Везде. Ну и чему ты сегодня научился? Смотрите.
музыка халқымыздың көп ғасырлық рухани тәжірибесінің сығындысы. Қазақ фильмінен қазақ жүрегінің дүрсілі естіліп тұрғаны ләзім. Киноның музыкадан басқа эстетикалық қырлары жөнінде киноскоптың келер сандарында.